Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге ең дәмді, тойымды подливамен жасалатын нарын тағамының жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен қамырын жасап алайық. Ол үшін ұнымызға сәл ғана тұз қосып, бір жұмыртқамызды салып және суымызбен қаттылау етіп қамырын елеп алатын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ең оңай және дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Осылайша қамырымызды дайындап алған соң целлофан пакетке салып 15-20 минутқа тыныштыққа қойғаныңыз дұрыс, себебі оқтаумен жайған кезде жақсы оңай жайылатын болады. Сонымен тағамымыздың подливасын дайындауға кірісейік. Ол үшін таза табамызға майымызды, яғни сұйық майымызды құйып, қыздырып алып, ұсақтап туралған етімізді салатын боламыз. Сәл шыжғырып, яғни қуырып алып, содан соң кубиктеп туралған пиязымызды салып, татымыңызға қарай тұзыңызды салып, жақсылап араластырыңыз. 5 минуттай жақсылап қуырып алыңыз. Содан кейін кубиктеп туралған сәбізіңізді салып және араластырыңыз. Оны да 5 минуттай бұқтырып қақпағын жауып қоя тұрыңыз. Ендігі кезекте кубиктеп туралған картошкамызды салып, араластырып сәл қуырып алыңыз. Содан кейін бір ас қасық томат пастасын салатын боласыз. Жақсылап араластырғаннан кейін сәл ғана су құйып, астындағы отын бәсеңдетіп, 20-30 минутқа жай отқа қойып бұқтырып қояды. Сол кезде бізде етіміз де, картопымыз да, пиязымыз да жұп-жұмсақ болып және дәмді болып пісетін болады. Подливамыз баяу отта бұқтырылып жатырған кезде қамырымызды жақсылап оқтаумен жұқа етіп жайып алатын боламыз. Мінекей достар, менің қамырым дайын болды, жұқа болып жайылды, өте жақсы болып. Ендігі кезекте үстіне молырақ етіп сұйық май құйып, қолдың көмегімен барлық жеріне тигізіп, жағып шығатын боламыз. Май молырақ болған сайын біздің қамырымыз құрғақ болмай қайта жақсы болып піседі. Осылай сұйық майымызды асықпай барлық жеріне жағып шыққаннан кейін қамырымызды түтікше секілді орап шығамыз. Барлық жерін біркелкі орағаныңыз дұрыс. Достар, ендігі кезде ескертетін жайт, бұл қамырымыз бізде манты қазанда піседі. Сол үшін осы қамырымызды жаю кезінде манты қазанға суыңызды құйып, отқа қоюды ұмытпаңыз. Содан кейін осы қамырымызды майланған манты қазанның листіне салып орналастыратын боламыз. Екі қамырымызды осылай жайып, түтікше ретінде орналастырып алғаннан кейін қайнап тұрған манты қазанымызға осылайша бірінен кейін бірін орналастырып, бар жоғы 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей 20 минуттың ішінде қамырымыз пісті. Енді абайлап оны тақтайымызға түсіріп, пышақтың көмегімен видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Мінекей піскен қамырымызды турап алдық. Енді үлкендеу табамызға салып, қолдың көмегімен араларын ашып, жақсылап ашқаныңыз жөн. Мінекей екінші туралған қамырымызды да осы табамызға үстіне орналастыратын боламыз. Және арасын ашуды ұмытпаңыз. Осы сәтте біздің подливамызда жұп-жұмсақ болып, керемет болып пісті. Енді осы қамырымыздың үстіне орналастырып, аскөкпен әдемілеп ұсынсаңыз болады.